Сәлематсыздар ма, құрметті көпшілік қауым. Мен сіздермен тағы да жолығып, өзіме ұнаған алғашқы видеода айтылғандай, өзіме ұнаған тақырыпта, өзіме ұнаған кітаптың ішіндегі әңгімелерді сіздермен тағы да бөліскім келіп отыр. Бұл жолы да сол қыз, әйел қауымы, аналар қауымы жайлы әңгімені жалғастырғым келіп тұр. Сондықтан да осы қысқа болса да нұсқа әңгімені тыңдаңыздар. Тәубаға келу деген тақырыбы сондай. Бір байдың 3 қыз баласы бар екен. Дәулетіме ие болар ұлым жоқ деп налыған бай, қыз бала емес, ешкі мал емес, есек көлік емес, шай ас емес деп кесірленетінді шығарыпты. Қыздары бой жетіп, ұзатылып кеткен соң бір жылдары жұт болып, бай үйірлі жылқысынан, қоралы қойынан түгел айырылады да, қыздарын іздеп жолға шығады. Әкесінің хабарын естіген қыздар өзара ақылдасып, қайсысына келсе де алдымен шай береді, ешкі сойып қонағасын жегізеді. Әкесіне 3 ат мінгізіп, үстіне шапан жауып, алдына 1 үйір жылқы, 100 қаралы қой салып аттандырады. Бай сонда айтқан екен: қыз бала екен ғой, малы болса, ешкі мал екен ғой, майлы болса, шай ас екен, жайы болса, есек көлік екен, жолы болса деп тәубасына келген екен дейді. Бұл да өмірден алынған әңгіме деп ойлаймын. Бұл бекерден бекер жазылмаған. Бұндай нәрсені құлағымызға сіңісті естіп жүрсек те, сондай бір жақсы, өнегелі, әлі де солай ойлайтын мүмкін жаңағы жігіттер бар шығар, құлақтарына алтын сырға. Сол сияқты тағы да бір тақырып, кей-кейде әйелдің де тілін алған жөн дейді екен. Ертеде зекет, үшір жинап жүрген молда шалғай бір қазақ ауылына келіпті. Жұрт молда түскен үйде жиналып, оны қоршап алып, әңгіме тыңдапты. Дүниедегі ең ауыр күнәнің бірі әйелдің тілін алу деп бастайды молда шариғатты. О дүниеге барғанда, махшар күні болғанда, жұрт Сырат көпірінен өткеннен кейін Алла тағала күнәдан пәк болған құлдарына өзінің жүзін көрсетеді дейді. Сонда тіршілікте әйелдің тілін алған еркектер жаратушының жүзін көре алмай қалады деп молда әңгіме айтады ғой. Мұны естірген Сырғабай деген кісі болады, абыржып, қипақтап, қинала бастаған тәрізденеді. Абырая, қиын екен ғой өзі. Қап, енді қайтейін дей береді. Жігіттің қатты абыржып отырғанын байқап қалған молда: "О не қарағым, неге сонша күйгелектедің?" деп сұрайды. Қиын боп тұр молдеке. Мен сізге бір қой берейін десем, әйелім тай берейік деп қоймайды. Келініңіздің айтқанын орындайын десем, ауыр күнәға батқалы тұрмын ғой, молдеке. Енді қайттым дейді. Сонда молда жұлып алғандай: қарағым, кей-кейде әйелдің тілін алғанда сөкет емес, ата әйел демесең, о да Алланың пендесі емес пе деген екен. Міне, молдекеш молдаларда андасында тәубасына келеді екен. Қанша дегенмен әйел заты шынында да бұрынғы ата-бабаларымыз айтқандай, дүниенің жаратушысының өзі, және де пайғамбарымыздың сөзіне қарай әйел затын құрметтеп, құрметті жігіттер, естіп отырсаңыздар, қыз баланы төрге шығарып дегендей, әйел затын ардақтап дегендей, аналарды құрметтеп жүрейік, тату болыңдар. Бір мақал есіме түсіп отыр. Бұнда біздің қазақ айтқан ғой: балалармен дос болсаң, күнде мереке, әйелімен дос болсаң, күнде береке деген екен. Береке молшылық үйлеріңіздің кетпесін. Сау саламатта болыңыздар.